Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 42-ші жаңа сабақ мәтін тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші жаттығу. Көктем келді. Көктем келді. Күн жылынып қалды. Біз жаққа жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп болған кезде боз торғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Бұл мәтіннің авторы Мұхтар Әуезов атамыз. Мәтін неліктен көктем деп аталған? Мәтін көктем мезгіліне арнап, көктемде күн жылынып, жылы жақта ұшқан құстар қайтадан жылы жаққа келетіні жайында айтылған. Құстар қай жақтан келеді? Біз жаққа жылы жақтан құстар қайта ұшып келеді. Ең алдымен қандай құстар ұшып келеді екен? Олардың барлығы бір мезгілде ұшып келмейді екен. Ең алдымен қарға, олардан кейін қара торғайлар, қар еріп болғаннан кейін боз торғайлар ұшып келеді екен. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Жақсы, олай болса, келесі жаттығуымызға назар аударайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Құс ұясын, балапандарды қорға. Ұядағы балапанды қолмен ұстауға болмайды. Бұл мәтінді көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығу. Сурет бойынша тірек сөздерді қатыстырып әңгіме құра. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Яғни аяулы аналарымыздың, әпкелеріміздің, әжелеріміздің, барша қыз-келіншектердің мейрамы екен, балалар. Олай болса, мына тірек сөздерге қарап, мәтін құраймыз. Яғни әңгіме құраймыз. Мен 8 наурызда анама сыйлық сыйладым. Әже әпкелеріміздің мерекесімен құттықтадым. Осылайша өздеріңіз әңгіме құрастырсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.